Дәл осындай төбетайға лекала жасаймыз. Мына қағаздан алдын ала мен бірінші жасап көрдім. Сіздерге де үйреткім келіп отыр. Мына қолымдағы төбетай бір жастағы қыздарға арналған. Размері 50. Осыны қалай жасайтынымызды қазір сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін бізге скотч қажет болады. А4 парақты қағаз қажет болады, ақ қағаз, карандаш қажет болады, және линейкамыз қажет болады. Қайшы. Ең бірінші қағазды төрт бұрышты етіп бүктейміз. Дәл осындай етіп. Және бізге циркуліміз қажет болады. Дәл осылай бүктейсіздер қағазды. Дәл осылай бүктеп алған соң циркулімізбен өлшейміз. Осы жерді сызып аламыз. Одан кейін ішке қарай бүктейміз. Мынаны сыртқа қарай. Сыртқа қарай бүктейміз. Дәл осылай бүктеп аламыз. Мына жағынан 1 сантиметр аламыз. 1 сантиметр белгілеп аламыз. Және осыны ортаға қарай сызамыз. Радиус. Енді осы жерге суретімізді саламыз. Мына жерде біздің шеңберіміз бар. Осы шеңберден шығып кетпеуіміз керек. Енді осыны қиып аламыз әдемілеп.
Енді ашып қараймыз. Бізде дәл осындай ою шығады. Төбетайымыздың лекаласы дайын. Енді манекенге өлшеп көрем десеңіздер, скотчпен аласыздар да жабыстырып өлшеп алсаңыздар болады. Тіккен кезде де осы жерлерді бірге қосып тігесіздер. Қазір лекаламыздың қалай шыққанын көретін боламыз. Өлшемі тура шықса, фетрге ойып, фетрменен үстіне моншақ тіксеңіздер болады, немесе белюр матасын жабыстырып, төбесіне күш жабыстырып, моншақтармен безендіріп, әдемі төбетай тігіп алсаңыздар болады. Сіздерге тағы лайфхак. Менде колодка жоқ болғандықтан үйде көбінесе құрақ тігемін. Құрақ матадан қалған зердің жібін осылай жинап қойғанмын. Осыған төбесіне қойып, әлбетте арасына мата қоясыздар, үтіктесеңіздер болады дәл осылай. Колодканың орнына осылай өздеріңіз 50-ші размер, дажына жіпті орасаңыздар 51-52 размерлерін үлкейте аласыздар, және сыртынан осылай үтіктей аласыздар. Өстіп төбетайымызды келтіруге болады. Төбетайымыздың лекаласы дайын. Арасын қиып-қиып жіберіп фетрге қоясыздар дағы. Тіге бересіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарийге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және менің каналыма жазылып қойыңыздар. Алда осы төбетайды моншақпенен қалай көркемдеп тігу керек екенін сіздерге көрсететін боламын. Жазылып қойыңыздар. Және анық суреттерін көргілеріңіз келсе, Instagram парақшама өтіп, сол жерден көрсеңіздер болады. Яғни, қай моншақ қалай тігілген анық, детально сіздерге суретке түсіріп көрсететін боламын. Ал мастер-классы тек қана YouTube каналынан көресіздер. Бірінші өздеріңізге осылай жасап көріңіздер. Кез келген оюдан осылай жасауға, төбетай жасауға болады. Бірінші жасап көріңіздер қағазға, одан кейін барып фетрге матаға түсіретін боласыздар.